Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 78-79 бетке назар аударамыз. 40-шы сабақ. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, көркем жазуды жазамыз. 78-ші бетіндегі 40-шы жаттығуға назар аударамыз. Мәтінді оқы, мәтіннің басқы және негізгі бөліктерінің жігін ажырат. Сабақтан келісімен Оспан сөмкесін лақтырып тастады да, үстел үстінде тұрған тамақты апыл-ғұпыл ішіп ойнауға кетті. Ал кешке дейін доп қуып жүргенде үйдегі інісі Мұрат та қарап отырған жоқ. Әуелі Оспанның сөмкесін ала мысықтың мойнына байлап, біраз сүйретті. Сонан соң, ал енді ары қарай өздерің ойланып көріңдер. Авторы Сансызбай Сарбасбаев. Балалар, мәтіннің негізгі бөлігі бірінші сурет арқылы толықтыр. Соңғы бөлігінде не болғанын өзің ойлап тап. Ол үшін екінші сурет арқылы оқиғаны болжап көр. Балалар, 15-ші жаттығу 79-ші беттегі суретке қара, мәтінді өздерің оқып алыңдар. Енді мәтін бойынша мынандай сұрақтарға жауап бер. Мәтін кейіпкерлері кімдер? Мәтіндегі оқиға сенің көзқарасың қандай? Мәтінді қанша бөлікке бөлуге болады? Қай бөлікте суреттер берілген? Тағы қандай сурет салуға болады? Мәтіннің соңғы бөлігін көшіріп жаз.